Сәлем достар, қалдарың қалай? Көз мезгілі келіп, сабақ басталып, кітап оқуға деген уақыттарың болмай жүр ме? Дегенмен достар, мен сендерге өзімнің сүйікті кітабымды таныстырғым келеді. Бүгінгі таныстыратын жаңа кітабымда өздеріңнің сүйіп көретін барлық мультфильмдеріңнің ертегілері топтастырылған. Атап айтар болсам, етік киген мысық, су перісі, шақпақ тас, Рапунцель және Бремен музыканттары. Бремен музыканттары ертегісінде кішкентай достар бір-біріне деген адалдықтарының арқасында жеңіске жетеді. Ал етік киген мысық ертегісінің кейіпкері кішкентай марғау өз ақылдылығының арқасында әртүрлі кедергілерден өтіп, өз қожайынына өмір бойына жететін қазына сыйлайды. Адал достықты, мейірімділік пен жақсылықты жырлайтын, сан түрлі қиял әлеміне жетелейтін бұл ертегілердің кейіпкерлері де сондай жанашыр әрі өте ақылды. Достарым, сиқырлы қобдиша ертегілері атты жаңа кітап өздеріңе ұнады деген ойдамын. Біздің мекен жайымыз Космическая көшесі 6-2. Біз өздеріңді асыға күтеміз, достар. Кітапхана қорынан өздеріңе ұнайтын неше түрлі кітаптарды таба аласыңдар. Бос уақыттарының көбін үй жұмысын орындауға арнасаңдар да, кітап оқуды ұмытпаңдар, достарым. Сау болыңдар.